Сәлем достар, сіздермен бүгін маковый меренга жасаймыз. Жұмыртқаның сарысына комнатный температура сармай салып, үстінен шекер салып, 4-5 минуттай араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұн, мак және разрыхлитель салып, тесто илейміз. Илеп болған тестаны формочкаға алып, 4 бұрышты етіп, жұқа қылып жаямыз. Тестамыздың үстінен шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Енді меренганы жасаймыз. Жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлейміз. Көбіршіктер пайда болғаннан кейін үстінен шекерді аз-аздап салып отырамыз. Шекеріміз біткен соң тағы да 4-5 минуттай миксерлейміз. Осылай қою болып шығады. Миксерлеп болған соң үстіне кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған меренганы жаңағы тестамыздың үстінен бір келкі етіп жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осылай хрустящий болып шығады, қытырлақ болып. Енді крем-чиз жасайтын боламыз. Салқын сливкемізді 5 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болған соң үстіне сахарный пудра және де творожный сыр салып, қою болғанша миксерлейміз. Креміміз осылай әдемі қою болып шығады. Дайын болған тестамызды суытып болған соң екіге бөліп, бір жағына крем-чизімізді жағып шығамыз. Жағып болған соң үстіне қалған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Мен бұл жерде джемді қолдандым. Начинкамызды жағып болған соң екінші жағын қойып, меренгамызды қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Меренганы әсемдеп болған соң міндетті түрде үстін коробкамен жауып қойыңыздар, әйтпесе тестаңыз қатып қалады. 3-4 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Ас болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.